Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Арнаға қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздердің назарларыңызға «Қатал әке деймін бе» атты әңгімені ұсынбақшымын. Кейіпкер хаты шынайы оқиға желісімен. Балалық шақ. Адам санасында мәңгілік өшпестей естелік қалдыратын, тамаша естеліктер сыйлайтын нағыз бақытты кез. Өзімнің балалық шағымды есіме алғым келмейді. Менде балалық шақ болмады. Балалық шағымнан қандай естелік қалды? Ойлансам, ішкіш әкенің қорлығы. Анамның соққыға жығылғанын көргеннен басқа ештеңе есімде қалмаған. Жылау мен қорлық көрумен, өмірден түнелуден басқа не көрдім? Менің балалық шағым деп ауыз толтырып айтатын ештеңе көрмеппін. Желілерден әкеге сағыныштарын арнап жазғандарын оқысам, менің әкем қандай болған деген мың сұрақтан тілім болған. Жанымның жарасы ішімде өртейді. Иә, өкінішті, жанымның жарасы санамда жаулап алған. Қанша ұмытайын десем де, жаңғырық болып санамда жаңғырып тұр. Сол бір күнді есіме алмайын, ұмытайын деймін де, ұмыту оңай емес екен. Қыз баланың тағдыры соншалықты неге ауыр болады? Әке деген асқақтау қорған болады деуші еді. Бұл теңеулер менің әкеме арналмаған екен. Қазір әкем марқұм болып кеткен. Сөзім ауыр болмасын. Отбасымызда 2 ұл, 5 қыз, әкем, шешем. Әкем үкіметтің қарауында мал дәрігері болатын. Үкімет 94-95 жылдары жер берді. Егін егуге мал жайылымына үлесі деп. Қызметі сондай болды ма, әлде өзінің әлсіздігінен бе? Әкем ащы су мен ажырамас дос болып алды. Ащы суға тойып алып, үндемейтін анамды сабайтын. Ағаларым араша түссе, ұлдарымен төбелеседі. Үйде береке жоқ. Қашан келіп ойран салады екен деп үркіп қорқып жүреміз. Анамның ата-анасы ертеректе қайтыс болған. Өзінен кейінгі сіңлісі мен інісі бар. Олардың да өз отбасылары бар. Сол үшін де әкем анама араша түсетін ешкімі жоқ деп басынатын болуы керек. Елдің балалары сияқты мектепке жарқырап бармадық. Бірде барсам, бірде бармаймын. Бар, есіл-дертім анамды тағы да шырылдатып, таяқтап жатқан жоқ па екен деген қорқыныш болатын. Алысып, тартысып жүріп, 7-ші сыныпты бітірген жылы өкіметтің берген жерінен ауылдан алыстау мал жайылымы жақтан егін егуге 12 гектар жер алып, сол жерді қоршап жатысына егін ектік. 3 ай жазғы демалыста әкем қарсылығыма қарамай ағам мен інімнің қасына мені қосып, егінге қарауға жердің басына жіберді. Егіндерді қарап, су ашамыз. Шөп шабатын кезде қол орақпен шөп орамыз. Сондай бір шөп шабатын кезде әкемнің бажасы, яғни анамның сіңлісінің күйеуі келді. Ағам да үйден хабар алып келуге кеткен. Тек інім екеуміз қалғанбыз. Қайдан ғана келді екен? Қарғыс атқыр жауыз неме. Менің өмірімді құртуға келген білмеппін де. Білгенімде қолымнан келер қайран бар ма? Қорғайтын әкемнің түрі белгілі. Бір шөлмек арақ болса, бала шағасын сатып жібереді. Мұндай әкенің балаларын кім болса да басынады. Шөп шабуға келдім деген сылтаумен жездеміз інімді қасына ертіп егіндікке кетті. Көп ұзамай жалғыз өзі келді. Жай келмеді, арам ойын іске асыруға келіпті. Шынашақтай қыздың еңгезерде еркекке шамасы келсін бе? Қарсыласқаныма пысқырмады да. Дегенін жасап біткесін егер білуге айтсаң, әкең өзіңді аямайды деп қорқытуды да ұмытпады. Кейін дым болмағандай отбасымызбен бұрынғыдай араласып жүрді.
Міне менің есіме алғым келмейтін балалық шағым. Небәрі 13 жасымда жездем пәктігімнен айырып, өміріме кетпестей дақ қалдырды. Анам қайдан білсін, қызының өмірін құртқан адам өз күйеу баласы екен. Мүлдем менің жағдайымнан бейхабар еді. Көбіне ұрысты көрмесін дейді ме екен, сіңлісінің үйіне қонуға жіберетін. Жолдан құрбымның үйінде қонып қалам. Себебі жездемді көргім келмейді. Көрсем қатты қорқам. Анама ол үйге қонғым келмейтінін айттым. Солай құрбым Айнұрдың үйінде жиі қонатын болдым. Ол үйге барсам өзімді бақытты сезінем. Ішімнен неге осы үйде туылмадым екен деп армандаймын. Басымнан өткенді ойлай беріп, өзімді жегідей жеп біттім. Басты қорқынышым, аяғым ауыр болып қалса не істеймін? Кімнен қолдау күтемін? Ішкіш әкемнен бе? Әлде өз күнін әрең көріп, қорлыққа шыдап жүрген анамнан ба? Егер өлсем, барлығы оңай болады деген ойларда жиі келеді. Өлгім-ақ келеді. Анамды аяймын. Онсыз да күнде қорлық көріп жүр ғой. Уақыт деген бір орында тұрмайды екен. Уақыт емес, өміріміз өтіп жатыр екен ғой. Ой жетегінде қорқынышпен жүріп, бой жеткен қыз болғанымды байқамаппын. 11-ші сыныпқа көшкен жылы әкеміз ауырып, баяғы өзі таяқтап ұрған анамыз қаратып емдетті. Кейде ішімдегін ақтарып айтқымақ келеді. Бірақ кімге айтамын? Әкем болса маскүнем, шешем тағдырдың тауқыметін тартып жүрген адам болса қалай айтам? Айтсам не дейді? Өзімді кінәлап, сорымды қайнатары анық. Бірде әкеме пышақ алып жүгіргенім де бар. Анамның шашы тізесіне келетін ұзын еді. Әдеттегідей мас болып келген әкеміз анамның басындағы жаулығынан тартпасы бар ма? Басынан жұлып алды да, шашын қолына орап, анамды ойбайлатып, сүйреп, басын біресе жарға, біресе сандыққа соғып, қан жосасын шығарды. Жылап әкемнің қолына жабысып жүрмін. Бір кезде көзімді ашсам, сандықтың қасында жатырмын. Сол қолынан жабысып арашалап жүргенімде, әкем қағып жібергенде басым сандыққа тиіп, есімнен танып қалыппын. Басым мең-зең болып, орнымнан тұра бергенім, анам жылап, әкемнің аяқ астында жатыр. Тоқтаусыз тепкілеп тұрған әкемді көрдім де, дереу ас үйге барып, жалма-жан стол үстінде тұрған пышақты қолыма алып, әкеме бас салдым. Анамды жібер, әйтпесе сені қазір-ақ өлтірем. Әкем шынында да қорықты ма екен, білмедім. Ештеңе деместен далаға шығып кетті. Бұл менің өмірімде бірінші рет әкеме қарсы келуім болды. Анама үйден кетейікші, өзіміз жасай берейік десек, киіп тастайтын. Әкем қанша ішкіш болса да, анамыздан әкең жаман, алқаш деген сөзін естімедік. Тәрбиесі қандай болған. Ең үлкен ағам отбасын құрып Маңғыстауға көшіп кетті. Мен де мектепті бітіріп, аға жеңгемнің қасына оқуға тапсыруға Маңғыстауға келдім. Мектепте жүргенде жігітпен танысып, сөйлесу деген болмапты. Ер адамдардан қатты қорқыныш қалып қойған. Күйеуге шықпаймын деуші едім. Талай сөз де бергенмін өзіме. Анамның тағдырын қайталайын ба деп қорқам. Қорқынышым жолдасым мен танысқанымда болды. Аға жеңгемнің үйіне көрші жігітпен танысып, сөйлесіп жүрдім. Емтихан нәтижесі белгілі болғанша. Жігіт өте сыпайы, сыйластығы бар, нағыз ер азамат екен. Ағам да сенген болар, еш қарсы болмай қыдыруға жіберетін. Екеуміз көп сырластық. Бауыр басу ма, әлде ғашықтық па, бір-бірімізді сағынатын болдық. Оқуға түссем де, түспесем де, маған күйеуге шығуыма ұсыныс жасады. Бақыттан басым айналып, кеудемдегі жүрегім атша тулап, алып ұшып барады. Бақытым ұзаққа бармады. Есіме пәк емес екенім түсе кетті. Пәк емес екенімді айтқаныммен, жездем етегімді көтергенін айта алмадым. Міне емтихан нәтижесі де шықты. Менің маңдайыма оқуға түсу бұйырмаған екен.
Ауылыма қайтуға дайындалып жүргенде, көрші жігіт серуендеп қайтайық деп үйіне алып барды. Мен қыз емеспін дегеніме қарамады. Сені жақсы көрем, сол екеумізге де жетеді деп мені көндірді. Ойламаған жерден келін болдым. Бірақ қыз бала үшін пәктігі маңызды екен. Қашан бетіме басар екен деп ойымдап жүресің. Жолдасым өзінің тыңдамаған өзінен көрді ме? Пәктігім жоғына ләм-лим демеді. Қалай болды, не болды деп сұрағаны сол еді. Ішімде қатып қалған мұз еріп түскендей егіліп жыладым. Көз жасымды көрген жолдасым қайтып бұл тақырыпты қозғамады. Мүмкін өзі айтар деген шығар. Мен қалай айтамын? Әлі күнге дейін ештеңе айта алар емеспін. Қазір Маңғыстауда ауылдық жерде тұрамыз. Жолдасым мен 5 ұл 2 қызды тәрбиелеп отырмыз. Аллаға шүкір, барлығы жақсы. Маған отбасымнан артық ештеңе жоқ. Алладан күнде қыздарымды пейілі жаман адамдардан сақтай көр деп, әркез амандықтарын тілеумен жүрем. Менің тағдырымды қайталамаса екен деймін. Менің өміріме жазылмас таңба салған жездем қазір жападан жалғыз. Әйелі айықпас дерттен қайтыс болып, балалары әкелерін қараусыз қалдырып кеткен. Мүмкін бұл да жазасы шығар. Арақ көрсем қаным қайнайды. Қаншама отбасы осы арақтың кесірінен ойран болды. Менің әкеме деген сағынышым жоқ. Әкем әке бола алмады. Қатыгез мейірімі жоқ. Ішімде қатып қалған ыза, ашу бар, еш жібір емес. Міне, құрметті менің сүйікті оқырмандарым, мен сіздерге осындай аянышты әңгімені оқып бітірдім. Егер әңгіме ұнаса, алған әсерлеріңізді пікір бөліміне қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қойсаңыз, менің күнбе-күн оқып отыратын әңгімемді жіберіп алмай тыңдап отырасыз дегім келеді. Олай болса, арнадан алыстамаңыз, құрметті оқырман. Хош, сау болыңыздар.